тұтылу. Балаларды кешке дейін ата-әжесіне жібергем. Кейде осылай еркін үй жинаудың өзін аңсайсың ғой. Ұялы телефонымның интернетін өшіріп, түкпір бөлмеге тастадым. Әлемнен де дем алып оңашаланбақ болып. Басыма қызыл орамалымды байлап алғам. Әндетіп жүрмін. Бір жақта қазанымның майы қызып жатса, екінші жақта көптен бері сөреде тұрып шаң басқан хрустальдар сабын суда жібіп жатыр. Мені өзіңмен ала кет, ала кетпедің деп қоям дауысымды барынша созып. Молдау турап алған етті баж жеткізіп салдым ыстық майға. Жақсылап қуырып алған соң былбырап пісу үшін 5-6 қызанақтың шырыны мен бұқтырып қойдым. Содан кейін қолымды көбік суға сала беріп ем, сонау жақта телефоным зарлап жатқандай болды. Осы ғой ылғи, маза беруші ме еді қыңқылдап. Жеткенше тоқтады дауысы. Жолдасым 3 рет қоңырау соққан екен. Неге алмайсың? 100 рет соқтым ғой деп кіжінді, тұтқаны көтере берген бойда. Ойнап жүр ғой деймісің? Тамақ істеп жатырмын, үй жинап, таңнан құйрығым жер иіскеген жоқ деп жатыр ем, мен де қалыспай. Жеке куәлігім үйде қалып кетіпті. Тездетіп соны суретке түсіріп жіберші. Дәл қазір керек боп тұр деп бөлді сөзімді. Куәлігін тауып суретке түсіріп, интернетімді қосып, жекесіне жіберісімен желіден шығып жатсам, Маржан жеңгем, әлөк, өткен жолғы тортыңның рецебін берші деп WhatsApp-ма есік қақты. Амандаса салысымен қазір деп рецептің түр-түрі бар онлайн дәптеріме бара жатыр ем. Фейсбукке 2 хабарлама келгенін көріп, кім екен деп сол жаққа бұрылып кеттім. Ғани деген жігіт екен, достық жібергені кеше болатын. Бүгін бас суретіме лүпіл басып қана қоймай, сүп-сүйкімді екенсің деп жазып жіберіпті. Қойшы тегі, сүйкімдісі несі тағы? 3 балам бар ғой. Бетіме маска жасамағалы біраз болған, шашым да өсіп, әбіржіп, мұндайды естімегелі қашан? Рахмет дедім, жай. Бұлай негізі өзі де жаман емес сияқты. Қай жерім сүйкімді көрінді екен деп, әлгі суретіме қайта қарадым. Алып бара жатқан түгі жоқ. 3 ай бұрын Гүлжанның жігіті туған күніне сыйлаған гүлмен түскен суретім. Негізі ол суретті Нұржанның тойында макияж жасап, түскен суретіме ауыстырғалы жүргенем. Содан қолым тимей, не керек, көп созбай бас сурет қып соны қойдым. Фейсбукке ғана емес, бірден Инстаграмға тартып отырып, ол жаққа да сол сұлу келбетімді қойып келдім. Жалпы, Инстаграм жұрты шапшаң ғой. Мен шығам дегенше 7 лүпіл қойып, бір құрбым красавица деген пікір жазып үлгірді. Соған рахметімді айтып шығып келе жатсам, Фейсбук жылдың ете түсті. Сүрініп қабынып жеттім ол жаққа да. У Әйгерім, Маржан и еще 6 друзей сегодня день рождения, дейді көкем. Оларға тілек жазатындай дос емесек, лентаға шығып, алай-бұлай қарайлап жүре тұрдым. Кім бар, кім жоқ дегендей. Астананы қар басып қалыпты. Алматылық таксист жігіт Димашы танытты. Шекара жабылмас екен деп жатыр жұрт. Қоңырауға көз тастап қоям ара-тұра. Сылдыр ете түстау, ақыры ол да 9 минутта. Әдемі боп кетіпсің курста, істепті Ғалия. Бұрын әдем емес пем сонда деп шымшып алдым оны. Жоға, ылғи сұлусың ғой деп күліп қояды. Инстаграм шақырды осы кезде. Бардым ол жаққа да шапқылап. Ендігі 55 лүпіл. Қарамайтыныңды білсем, қартаймайтыныңды білсем, мектеп бітіре сап сенаға алып қаша едім ғой депті жынды Асқар кластасым. Жауап беріп үлгергем жоқ. Ойбай, жүгір, Ғани пікір жазды деген белгі берді Фейсбук меңгерушісі. Алып ұшып жетіп бардым, рас екен. Бұл суретіңде жақсы екен депті сабазым сөйтсем сықылықтап. Бетім дуылдап кеткен соң Фейсбуктан атып шығып, есігін мықтап жаптым да, сол жерде
біраз тұра тұрдым. Ойым шашыраңқы еді, ұқсам бермасын. Сонда суретімді оның сөзіне бола ауыстырды деп ойлап тұрау. Неге? Өзімде ауыстырғалы жүргем. Ол болмаса да бүгін ауыстырар ем. Құр уақыты сәйкес кеп қалған шығар. Жұрт қызық осы. Қатырады екен ғой. Аяғымның ұшымен кірдім қайда парақшама. Бірде мана ол пікір жазған уақытпен өзімнің сурет ауыстырған уақытымды тексердім. 11:38-де ол сүйкімдісіз депті. Мен 11:42-де алғыс айта сап, 11:44-де суретті ауыстырыппын. Онда тұрған не бар екен? Өз парақшам. Не істеймін десем де өзім білем. Күніне 100 рет ауыстырсам да өз еркім. Өзге қатындар сияқты күн сайын сурет салып жатқам жоқ қой. Нем бар дейсеңші, сол суретті ауыстырып, ананы мүлдем достықтан шығарып жерсем бекен. Әлде суретімді өшіріп тастайын ба? Әлде онша емес түскен суретімді салайын ба? Жоқ, өйтсе мынаның басы тегістемейді екен дейтін шығар. Басым қатып кеткен соң шыға тұрайыншы деп жатыр ем, Инстаграм қайта қыңқылдады. Түк өзгермепсің, куколка. Жеке бизнес ашқыңыз келсе, маған хабарласыңыз дегендей сапасыз пікірлер жауып жатыр екен. Олармен шүйіркелесіп отыруға зауқым соқпады. Фейсбукке қайта кірдім де, манағы суретімнің астындағы пікірге негізі бар суретте сүйкімдімін деп қадап жазып кеттім. Барсыншары, отырамын ба сонымен майысып, байым бар, балам бар дегендей. Байқадым, расында сонда екенсіз дейді, сөйтсем бұл жымыңдап. Мазақ еткендей көрініп кетті онысы. Әйтсе де, жүрегім дүрсілдеп, ұяттан көз алдым тұманданып кеткен соң, бәлесінен аулақ болды, достықтан бір жолата шығарам деп жатыр ем. Маржан жеңешем, әлек, күткеніме 1 сағат болды ғой, рецепті таппаның ба депті. Көз алдымдағы тұманның ұятқа қатысы жоғын сонда ұқтым. Үйдің іші көк түтін, ет күйіп кетіпті. Құрғыр телефон, тағы түстім-ау арбауыңа. Түскі асқа келетін байға не бетімді айтам? Не деп ақталам?